Ең алдымен біз ботымызға старт командасын береміз. Старт командасын бергенде бізде разработчик бота Кенесбаев Ансар, отправьте картинку с текстом, и мы отправим вам текст и аудио деп шығады. И одан кейін біз мәтінді тілін таңдау керек болады. Қандай тілде мәтінді тану үшін language деген жібереміз командасын. Ол кезде білдіреді. Для изменения языка введите команду дейді. Тур, яғни турецкий, русский, English деген секілді. Тур деп турецкий таңдадық. И бізге язык распознавания измененного турецкий деді. И біз түрік тіліне мәтінді жібердік. Түрік тіліндегі мәтінді бізге текст ретінде жіберді және аудио мәтінді ретінде жіберді. Дәл осылай оқып береді. Келесі орыс тілін, яғни в саду деген текст алдық. Мәтінді, оны текст ретінде бізге жіберді. Аудио файл ретінде бізге жіберді. Келесі ағылшын тіліне дәл солай файл жібердік, текст жібердік. Тексті бізде мәтін ретінде жазып берді и аудио файл ретінде жіберді.